2024 жыл Қазақстанда қандай өзгерістер болады? Ел бойынша ең төменгі жалақының көлемі 85 мың, ал ең аз зейнетақы 57.853 теңгеге өседі. Сондай-ақ базалық күнкөріс минимумы 43.407 теңгеге тең. Ал бір айлықтық есептік көрсеткіш 3692 теңге. 9-20-25 бағдарламасы іске қосылады. Нәтижесінде 8000 отбасы баспаналы болуы мүмкін. Кеншілер арнайы төлем алса, шенеуніктер мен әскерилерге казиноға баруға тыйым салынуы мүмкін. Түлектер ұлы жылында ұбытыға қаламсап алып кіре алмай. Себебі қалам мен қағазды тек тестілеу әкімшілері береді. Бірақ шоколад пен суыңызды алып кіре аласыз. Құрметті Массагеттің оқырмандары, сіздерді келіп жеткен жаңа 2024 жылмен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, қалталарыңызға байлық тілейміз. Әрдайым